Қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздермен осындай өте дәмді балды торт жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен балымызды осылай ертіп аламыз. Бір чай қасық ұшында кішкене пищевая сода қосып жібереміз. Келесі кезек бізде бөлме температурасындағы маргаринімізді саламыз. Оны да жақсылап араластырып, ерігенше араластырып тұрамыз. Жақсылап ерітіп алдық. Түсін қалауларыңыз бойынша ашық немесе тоқ сарғыш түске өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер отта. Дайын болды. Келесі кезек бізде жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап араластырып аламыз. Шекерді бірден салып жібермейміз, аз-аздан салып араластырып тұрамыз. Бұл аралықта біздің әселіміз сол қалпында тұра береді, уайымдамаңыздар. Не көріп тұрғандарыңызда сұйық әдемі болып тұр. Осылай аз-аздан видеода көріп тұрғандарыңызда үстінен құйып араластыра бересіздер. Келесі кезек бізде ұнымыз бен разрыхителімізді араластырамыз. 2 шай қасықта разрыхитель саламыз және ұнмен жақсылап араластырып, елегімізден өткізіп саламыз. Бұл жерде біз сұйық массасы дейтін боламыз. Міне массамыз дайын болды. Егер қаласаңыздар, кішкене ұн қосып қоюлау масса жасасаңыздар да болады. Печкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Дайын болған массаларымызды енді бөліктерге бөліп пісіріп аламыз. Осы форманың көлемінде өзіңіздің қалауыңыз бойынша пісіре бересіз. Қаласаңыздар 6-7 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен бұл жерде 5 коржа шығардым. Кішкене қалыңдау жасадым. Егер қаласаңыздар жіңішкесін жасасаңыздар да болады. Бір коржды сыртына осылай измельчителге салып жақсылап езіп аламыз. Келесі кезек бізде ішіне кремін дайындаймыз. Креміне мен сливки мен шекерді араластырып қостым. Келесі кезек бізде корждарымызды жинау.
медовиктің көлемін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Міне кремін жағып болды. Енді коржымызды бұның крошкасымен осылай қаптап шығамыз. YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңдар. Дайын ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады.